Сәлем, менің қымбат көрермендерім. Бүгін 3 тамыз 2025 сенбі. Бұл күн жаңа мақсаттарға қадам басатын, жүрегіңізге сенім ұялататын күн болсын. Әр жұлдыз белгісіне арналған шабытты болжамды бірге тыңдап, өзіңе күш-қуат жинап ал. Қай белгіге қандай мүмкіндіктер ашылады? Қайсысына абай болған дұрыс? Барлығын дәл қазір айтып беремін. Онда кеттік, алға ұмтылайық. Тоқты үшін бүгінгі күн ерік жігерін көрсетудің тамаша мүмкіндігі. Ішкі күшіңді сезініп, өз мақсатыңа сенімді адымда. Қиындықтар болса да, сен оларды еңсеруге қабілеттісің. Жұмыс пен жеке өмірде бұрын байқалмаған тосқауылдар көрінуі мүмкін. Бірақ сенен қаймықпайтын адам жоқ. Қарым-қатынаста ашық сөйлесуден қорықпа, шындық кейде ауыр, бірақ пайдалы. Қаржылық тұрғыдан сақ қадамдар жасаған жөн, артық шығыннан қаш. Достарыңмен немесе отбасыңмен бірге уақыт өткізу саған ерекше қуат береді. Шығармашылық идеяларыңды бөлісуден тартынба, тыңдар құлақ табылады. Спортпен не белсенді қимылмен айналысуда артық болмайды. Бүгінгі күнің өз күшіңе сенуді үйрену күні. Торпақ. Бүгінгі күн сені өмірдің нағыз дәмін сезінуге шақырады. Тыныштық пен тұрақтылықты сүйетін торпақтар үшін аздаған өзгеріс қажет болады. Өткенді артқа тастап, жаңа бағытқа бет бұрудан қорықпа. Жұмыстағы міндеттер сәл ауыр сезілуі мүмкін, бірақ сен оны да еңсересің. Қарым-қатынаста кішкене сын айтатындар табылады, оған сабырмен қара. Материалдық дүниеге ғана емес, рухани құндылықтарға да мән бер. Бір істі бітіргеннен кейін өзіңді мақтауды ұмытпа, сен оған лайықсың. Қай жерде демалу керек екенін сезін, өйткені өзіңді қалпына келтірмей алға басу қиын. Бүгін кішігірім қуаныштарды бағалау күні. Егіздер. Егіздер үшін бүгінгі күн қарым-қатынастың басты рөл атқаратын күні. Көптеген хабарламалар, кездесулер немесе телефон қоңыраулары күтіледі. Сенің ашықтығың, ширақ ойың адамдарды өзіңе тартады. Бірақ артық уайымнан аулақ бол, бәріне үлгерем деп шаршап қалма. Бір істі жақсылап аяқтамайынша жаңа нәрсеге кіріспе. Қаржылық жағынан күтпеген мүмкіндіктер туады, оларды пайдаланып қал. Өзгелерге мотивация сыйлай алатыныңды ұмытпа, сенің сөзің шабыттандырады. Шығармашылық бастамалар үшін де сәтті уақыт. Жақсы идеяларыңды бөліс, қолдау табасың. Кешкі уақыт өзіңе демалыс сыйлауға лайық. Шаян. Шаяндар бүгін жүректеріндегі нәзіктік пен мейірімділікті ерекше сезінеді. Біреудің қиын сәтінде қолдау көрсетсең, өзің де рухани байисың. Отбасылық тақырыптар маңызды болмақ, ата-анаңмен не бауырларыңмен әңгіме айт, олар сенің қамқорлығыңа зәру. Қаржы мәселесінде күтпеген шығын шықса, сабырмен шешуге тырыс. Эмоцияға берілмей, ақылға жүгінсең, бәрі орнына келеді. Өзіңе деген сенім төмендесе, өткен жеңістеріңді еске түсір. Сен әлсіз емес, өте мықты адамсың. Достарыңмен кездесіп, ескі естеліктерді жаңғырт, бұл көңіліңді көтереді. Табиғат аясында серуен жасау саған күш береді. Бүгін жүрегімнің дауысын тыңдайтын күн. Арыстан. Бүгінгі күн арыстандар үшін нағыз жарқырайтын уақыт. Ішкі отың жанып тұр, сен оны дұрыс бағытта қолдана біл. Қоршаған ортада сені байқайтындар көп болады, бұл сенің күшің мен беделіңді арттырады. Басқаларға үлгі бола біл, бірақ мақтаншақтықтан аулақ бол. Жаңа бастамаларға батыл қадам жасай аласың. Шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға жақсы уақыт, сахнада болуға лайықсың. Қаржылық жағынан жақсы жаңалықтар болуы мүмкін, әсіресе өз күшіңмен тапқан табысы ерекше рахат сыйлайды. Сезім мәселесінде жүрекке сен, ол қателеспейді. Достарың сенен кеңес сұрауы мүмкін, тыңдап қолдау көрсет. Бұл сенің жарқырайтын, айналаңа шабыт сыйлайтын күнің. Бикеш. Бүгінгі күн егжей-тегжейге мән беретін, ішкі тәртіп пен жинақылықты сүйетін бикештер үшін тамаша болмақ. Үйіңді, жұмыс орныңды ретке келтіргің келіп тұрады, осы ниетіңді іске асыратын кез келді. Ұсақ-түйекке қарап, үлкен мүмкіндікті жіберіп алма, бәрін таразыла. Өзіңді жетілдіруге деген құштарлығың артады, жаңа дағды үйренуге ұмтыл. Жақын адамдардың саған арқа сүйетінін ұмытпа, сен олардың тірегі бола аласың.
Өзіңе тым қатал болма, сен де демалысқа лайықсың. Бүгін өз ісіңе деген сүйіспеншілікті қайта сезінуге көмектесетін сәттер болады. Тамақтану, ұйқы, режим осы үшеу саған ішкі баланс сыйлайды. Бүгінгі бейбіт көңіл-күй алдағы күндердің берекесінің бастамасы. Таразы. Таразылар үшін бүгінгі күн үйлесімділік пен әдемілікті іздейтін рухани бай уақыт. Сенің жаның сұлулыққа құмар, сол үшін бүгін сән, өнер, музыкаға жақын бол. Қарым-қатынаста теңдік пен әділдік басты рөлде, ешкімнің көңілін жықпай, өз ойыңды да ұмытпа. Біреумен ұзақ сөйлесу саған шабыт беріп, жаңа идея тудыруы мүмкін. Жаңа таныстықтар пайда болады, ішінен біреуі ерекше маңызды болуы ғажап емес. Бұл күн ішкі күйіңді сыртқы келбетпен де үндестіретін уақыт. Айналаңдағы адамдар сенің сабырлы сөзің мен кең пікіріне сүйсінеді. Өзіңе ұнаған кітапты оқып немесе әсем фильм көріп, кешкі көңіл күйіңді жарқырат. Сен тепе-теңдіктің жаршысың, бүгін сол қасиетіңді барынша көрсет. Саршаян. Саршаяндар үшін бұл күн терең ой, шынайылық және ішкі тазалану уақыты. Сенің бойыңда көп адам байқай бермейтін даналық бар, соны дұрыс қолдана біл. Қиын әңгімелерден қашпай, ашық сөйлесуге дайын бол, шындық саған еркіндік береді. Энергияң күшті, бірақ оны тек қажетті жерге бағыттасаң ғана пайдасы тиеді. Бір құпия ашылуы мүмкін, бұл жағдай сені таң қалдыруы мүмкін, бірақ шын мәнінде ол сені босатады. Эмоцияларыңды басқаруды үйреніп келесің, бұл үлкен жеңіс. Қаржы жағынан сақ бол, сенетін адамдармен ғана келісім жаса. Жалғыз қалуға да мүмкіндік бер, сол кезде ішкі даусыңды естисің. Сенің жүрегің терең мұхит, ол тыныш болса, бәрі тынышталады. Мерген. Бүгін сенің еркіндігің мен батылдығың ерекше байқалады. Ішкі шабыт оянып, жаңа бағытқа бет бұруға дайын тұрасың. Қазір бір орында тұру емес, алға жүру маңызды. Жаңа білім, жаңа орын, жаңа таныстық бәрі саған мотивация сыйлайды. Кез келген қиындықты ойын ретінде қабылдай білсең, бәрі жеңіл өтеді. Қаржылық немесе кәсіби салада күтпеген мүмкіндік тууы мүмкін, бас тартпа. Өзгелер сені авантюрист деп бағалауы мүмкін, бірақ олар сенің жүрегіңнің батыр екенін біле бермейді. Сен өзгелерге шабыт беретін отсың. Кешкі серуен не саяхат жоспары мықты идея. Сен үшін бүгін кеңістікке қанат жайып, арманыңды тағы бір сатыға жақындататын күн. Тәуешкі. Бүгінгі күн тәуешкілер үшін өзіне нақты мақсаттар қоюға таптырмас уақыт. Сен көп нәрсеге қол жеткізе аласың, тек тұрақты еңбек пен тәртіп қажет. Мансаптық мақсаттар алға шығып, сен жаңа жауапкершілік алуға дайынсың. Жоспарларың нақты болса, бүгін баста. Жақындарыңның қолдауына ие болу үшін эмоцияңды бөлісуге тырыс. Көбіне ішке жинай бересің, бұл да шаршатады. Сен мықтысың, бірақ мықтылар да кейде сүйенуге лайық. Денсаулыққа мән бер, тынығу мен дұрыс тамақтану өнімділігіңді арттырады. Уақытыңды дұрыс жоспарласаң, бәріне үлгересің. Бүгін сен өз болашағыңның іргесін қалаушысың. Су құйғыш. Су құйғыштар үшін бұл күн идеялармен шабыт тасып тұрған сәт. Кәдімгі күн емес, ойыңды бұзып, ішкі жаңалық аша алатын ерекше уақыт. Басыңда ұшқан ойлар көп, біреуін қолға алып, нақты іске айналдыратын кез. Айналаңдағы адамдар сені түсіне бермейді, бірақ бұл сенің артықшылығың, сен өзгешесің. Қоғамдық немесе әлеуметтік бағытта белсенділік танытсаң, пайдасы зор болады. Көңіліңе жақын адаммен терең әңгіме күтіледі. Ақша мәселесінде күтпеген сый немесе көмек келуі мүмкін. Егер ішіңдегі сезіммен бөліссең, жеңілдеп қаласың. Сенің болашағың дәл бүгінгі сенім мен әрекетіңе байланысты. Балықтар. Балықтар үшін бүгін нәзіктік пен интуиция билік ететін ерекше күн. Сен айналаңа жарық шашатын адамсың, бірақ оны өзің байқамай қалуың мүмкін. Жақыныңның бір жылы сөзі жүрегіңді тербейді. Қиын эмоцияларды да сұлулыққа айналдыра аласың, өлең, музыка, сурет арқылы. Бір сәтке жалғыз қалып, өз жаныңмен сырлас, жауап сонда. Егер бір шешімге келе алмай жүрсең, түйсігіне сен, ол сені адастырмайды. Қарым-қатынаста кішігірім қателіктер болса да, жүрекке жылы сөздер бәрін түзетеді. Қаржылық тұрғыдан үлкен шешім емес, ұсақ табысына көмек күт. Кешке қиялыңа ерік бер, арманыңның ішінде жол жатыр. Бүгін сен сезім әлемінің патшасы, патшайымсың.
Міне, 3 тамыздың жұлдыз жорамалы да өз мәресіне жетті. Егер бұл видео сізге мотивация, шабыт немесе жай ғана жылы сезім сыйласа, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қай жұлдыз белгісіне жататыныңызды жазып, осы қауымдастықты бірге жандандырайық. Арнаға жазылып қойыңыз, күн сайынғы жорамал дәл уақытында шығатын болады. Күніңіз сәтті, жүрегіңіз тыныш болсын. Келесі жұлдызды кездескенше достар.